Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен үшінші есептерді талқылайтын боламыз. Сонымен үшінші есептер қандай тақырыптар бойынша келеді дегенге тоқталып өтейік. Бұл жерде жылу физикасы, яғни молекулалық физика, соның ішінде МКТ, яғни молекулалық кинетикалық теорияның негіздері деген тақырып бойынша келеді. А деңгейінен. Жалпы бұл МКТ бойынша жалпы 3 балл аласыздар. Соның бірінші, үшінші есептен келіп тұр. Жарикім алам. Сонымен МКТ-ның негізгі қағидалары және оның тәжірибелік дәлелдемелерді Браундық қозғалыс, зат мөлшері, мольдік масса, молекулалық масса, молекуланың жылдамдығы деген сияқты сабақтар бойынша келетін болады. Сонымен бұл жақта көбінде бізде теориялар болады, сондықтан тез бүгін өткізуіміз мүмкін. Сонымен кеттік, бастайық ондай болса. Сонымен бірінші сұрағымыз бізде барлық заттар молекулалар мен атомдардан тұрады. Молекулалар мен атомдар үздіксіз бейберекет қозғалады және бір-бірімен өзара әрекеттеседі дейді. Бұл тұжырым қандай тұжырым? Бұл тұжырым МКТ-ның негізгі қағидалары. МКТ-да негізгі 2-3 қағида бар. Біріншісі жаңа молекулалар мен атомдардан тұрады. Екінші үздіксіз бейберекет қозғалады. Үшіншісі бір-бірімен өзара әрекеттеседі деген осы 3 қағиданы естеріңізден шығармаңыздар. Сонымен екінші сұрақ тура жаңағындай айтып отырғандай молекулалық кинетикалық теорияның негізгі қағидасы. Бұл жерде жаңа бірінші барлық заттар атомдар мен молекулалардан тұрады. Екіншісі олар үздіксіз бейберекет қозғалыста болады. Үшіншісі ол заттар бір-бірімен өзара әрекеттеседі. Сонымен бізде бұл жерде зат бөлшектері бір-бірімен өзара әрекеттеседі деген жауапты белгілейміз. Келесі сұрақ, мынандай 3 молекуланың құрылымдары берілген. Мен енді бұлай кішірейтем кішкене. Суретте қандай да бір зат молекулаларының агрегаттық күйге байланысты орналасуы көрсетілген дейді. Онда зат молекулаларының орналасуының агрегаттық күйге байланысты сәйкестендіріңіз. Бізде 3 агрегаттық күй бар, білесіздер: қатты, сұйық және газ деп аталады. Қатты денелерде молекулалары бір-бірімен өте тығыз орналасқан, сондықтан бірінші дене ол қатты, екіншісі бізде сұйық, үшіншісі газ болады. Яғни газдарда молекулалар бір-бірімен өте алшақ орналасқан. Сондықтан қатты, сұйық, газ деген жауапты белгілейміз. Сонда бізде жауабы А болды. Келесі төртінші сұраққа кеттік. Төртіншісі сізге осындай формула берілген. Осы өрнекпен анықталатын физикалық шама қандай дейді. Енді бұл жерде былай істей саласыздар. Мынаның орнына біз кинетикалық энергияны қоя салуымызға болады. Сонда бізде формуламыз 3-тен 2 көбейтілген n көбейтілген кинетикалық энергия болып шықты. Бұл дегеніміз қысымды анықтайды. Сондықтан бұл идеал газның қысымы деген формула болып тұр. Просто формуланы сұрап тұр. Енді МКТ-ның жалпы бұл жерге МКТ-ның негізгі біз 4 формуласын жазып өтейік. Бірінші формула бізде 3-тен 1 m нөлевой көбейтілген v квадрат деген формула. Екінші формула бізде 3-тен 1 ρ v квадрат. Төртінші формула бізде НКТ деген формула. Осы 4 формула бізде МКТ-ның негізгі теңдеулері деп аталады. Сондықтан бұл жерде сразу осы формуланы төртеуінде жаттап ала салған дұрыс болады. Келесі Цельсий шкаласы бойынша 0 градусқа тең деп қабылданған температура. 0 градусқа тең деп қабылданған температура ол бізде мұздың еру температурасы. Жалпы Цельсий шкаласы деген нәрсе бізде негізі осы шкаланың негізінен көбінде 3 түрін білеміз. Оның біреуі Цельсий, екіншісі Кельвин, үшіншісі Фаренгейт. Енді қараңыздар, Цельсий шкаласы дегеніміз шкаланың, яғни мұздың, судың қату температурасы және судың булану температурасы алынған. 0 градус және 100 градус деген алынған. Ал Кельвин шкаласы дегеніміз абсолют температура, мысалы абсолют 0 Кельвин дегеннен төмен температура болмайды. Үшіншісі Фаренгейттің температурасы, енді оны көбінде сұрай бермейді, бірақ Фаренгейттегі 0 Фаренгейт дегеніміз ол мұз, тұз және мүсәтір деген осы 3 заттың қоспасынан алынған температураны 0 Фаренгейт деп есептейді. Жақсы, енді сонымен келесі Цельсий шкаласы бойынша 100 градусқа тең деп қабылданған температура ол бізде судың қайнау температурасы. Енді келесі сұрақ былай дейді: табиғаттағы ең төменгі шекті температура. Ең төменгі шекті температура ол бізде 0 Кельвин деген температура.
0 кельвинді цельсийға айналдыратын болсақ, біз кельвиннен 273-ті азайтып тастаймыз. Сонда біздің жауабымыз С жауабы болады. Сонда минус 273,5 кельвиннен төмен температура болмайды. Келесі 8-ші сұрақ. Қатты денелерге тән қасиеттер. Жалпы қатты денелер молекулалары өте тығыз болады. Молекулалар тығыз болғандықтан оның пішіні және көлемін сақтайды. Сонымен бізде 2 мен 3 деген жауап болады екен. Келесі жаңағы МКТ-ның теңдеуін сұраған. Бұл жерде жаңа мен айтып кеттім сізге 4 теңдеу. Ол жерде бізде енді бұл түсінікте бұл жерде жауабы Б жауабы болады. Келесі 1 моль зат мөлшеріндегі молекуланың саны. 1 моль зат мөлшеріндегі молекуланың саны 12 грамм көміртегідегі атомдар санына тең болады. Жалпы бұл молекуланың саны дегеніміз ол Авогадро санын айтып отыр. Авогадро саны деген 6,2, оның 23 дәрежесі, мольдің минус 1 дәрежесі. Осы Авогадро саны дегеніміз ол 12 грамм көміртегідегі атомдар санына тең, немесе ол 1 мольдағы зат мөлшерімен тең. Сондықтан біз 1 мольдағы молекуланың саны деп n бөлінген n Авогадро деген формуламен есептейтініміз осы. Так, енді Авогадро тұрақтысының мәні дейді. Авогадро тұрақтысының мәні міне астында сразу осыдан кейін тұр 6,2. Сосын бұл жерде бұлай айта салайық. Енді біріншісі тұрақты, ол бізде Стефан Больцман тұрақтысы деп аталады. Үшінші тұрақты ол бізде бүкіл әлемдік тартылыс заңының тұрақтысы, гравитациялық тұрақты. Төртіншісі универсал газ тұрақтысы деп аталады. Келесі сұрақ, газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газдың температурасы қалай өзгереді дейді. Енді жылдамдық дегеніміз бізде түбірдің астында 3RT бөлінген M деп аламыз. Болмаса екінші формуласы бар, 3К бөлінген молекуланың массасы деген. Бұл жерден де көретініміз жылдамдық түбір астындағы температураға тура пропорционал. Сонда жылдамдықты 2 есе арттыратын болсақ, температураны 4 есе артады деген сөз. Сонда тура пропорционал түбірдің астына кіргізу үшін біз оны квадраттаймыз. Келесі сұрағымыз, сутегі газының абсолют температурасы 4 есе арттырса, енді жаңағы сұраққа керісінше сұрақ болып тұр. 4 есе арттыратын болсақ, жаңа жылдамдықты алдық, ол температура түбір астындағы тура пропорционал, орнына қоя саламыз 4-ті, сонда түбірден шығарсақ 2, мына жақта түбірдің астында болады. Бұл не деген сөз? 2 есе артады дегенді білдіреді. Келесі бізде массасы берілген зәйтүн майының тамшысында молекула болса дейді, онда бір молекуланың массасы қандай? Яғни сіздерге масса берілген, масса 10 миллиграмм, милли деген оның минус 3 дәрежесі, 6 дәрежесі килограмм, молекуланың саны берілген, ол бізде 2 көбейтілген оның 21 дәрежесі. Енді сізден сұрап тұрғаны молекуланың массасын сұрап тұр. Молекуланың массасын табу үшін біз заттың массасын мына жерде m0 деп белгілейміз. Заттың массасын молекуланың санына бөле саламыз. Сонда 10 көбейтілген оның минус 6 дәрежесін бөлеміз 2 көбейтілген оның 21 дәрежесіне. 10-ды 2-ге бөлсек 5, енді ана жерде 21 дәрежесі үстіге барғанда минус 27 дәрежесі килограмм болады. Сонымен жауабы бізде А болды. Келесі есепке, жалпы бұл А деңгейінің есептері деген, ол негізінен основной бір формуламен шығатын есептер ғой. Так, енді келесі есепте температурасы берілген, оны біз кельвинге айналдырып жібереміз. 300 кельвин болды. Орташа квадраттық жылдамдығы қандай дейді? Орташа квадраттық жылдамдығын табу керек. Ол үшін біз 3RT бөлінген M және осыны түбірден шығарамыз. Сонда біз 3 8,131 мына жерде температура бізде 300, осыны бөлеміз. Сразу бөліп жаза салайық. 0,18 деп жаза салайық. Енді осыны есепте жібереміз. Так, осыны есепте жіберейін. Так, сонымен 3-ті 8,131-ге көбейтеміз 300-ге, осыны бөлеміз 0,018-ге. Түбірден шығарамыз. Сонда менде 644, жоқ шамамен 645
645 метр секунд деген жауап шықты. Сонымен бұл жерде жауабы Д болады екен. Жақсы, келесі 16-шы есепте сіздерге көлемі берілген. Көлемі 1 метр куб баллондағы температурасы берілген. Яғни көлемі 1 метр куб болған дейді. Температурасы берілген, температурасы бізде 300 кельвин. Баллон кезінде қысымы берілген, қысымы бізде 4,2 килопаскаль, көбейтілген, оның 3 дәрежесі паскаль. Молекулалардың саны. Енді бұл жерде мынандай бір формула бар. П көбейтілген Б тең болады НКТ деп жазсаңыздар болады, формуланы бірден. Осы жерден молекуланың санын табамыз, сол кезде бізде ПВ бөлінген КТ болып салады. Орнына қоямыз. Яғни қысым бізде 4,2, оның 3 дәрежесі, көлем бізде 1-ге тең, бөлеміз К 1,38, оның минус 23 дәрежесі, Т дегеніміз бізде 300 болады. Сонымен мен жоғарыдағыны 4200 деп жаза салсам болады. Так. 4200 бөлеміз 1,38 бөлеміз 300-ге. Сонда бізде 10 болды, үшім алған кезде бұл жерде. Мына жерде жауабы 10 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Ол дегеніміз 10-ның 24 дәрежесі деп жаза салсақ болады. Келесі бізде молекуланың саны 4 грамм, яғни массасы берілген, массасы бізде 4 грамм болған, онда бізде молекуланың саны қандай? Молекуланың санын табу үшін біз М бөлінген мольдық масса көбейтілген Авогадро деп жаза салсақ болады. Сонда бізде масса бізде 4 бөлеміз 32, көбейтеміз 6,2, оның 23 дәрежесі. Орнына қойайық. Так, 4-ті көбейтемін 6,2-ге, бөлеміз 32-ге, 0,75 болды. 0,75 ол жерде бізде жауабы міне осы болды. Жақсы, келесі сұрақта 4 кельвин температура Цельсий шкаласында. Цельсий шкаласында айналдыру үшін біз кельвиннен 273-ті азайтамыз. 4-тен 273-ті азайтсақ, минус 269 болады. Келесі сұрағымыз бізге тығыздығы берілген. Бұл жерде сіздерден сұрап тұрғаны зат мөлшері. Жалпы зат мөлшері дегеніміз ол бізде массаның мольдық массаға қатынасы. Ал біз массаны қалай табамыз? Масса тығыздық пен көлемнің көбейтіндісі, бөлеміз мольдық массаға. Сонда тығыздық бізде 2-де 7, оның 3 дәрежесі, көлемі бізде 0,5, енді осыны бөлеміз, так, 27, оның минус 3 дәрежесіне. Сонда бізде осы екеуін бөлгенде, қазір есепте жібере салайын. Так, 2-де 7-ні 0,5-ке көбейтеміз. 2-де 7, 0,5-ке көбейттім, бөлемін 27-ге. Сонда 0,5 болады мына жерде. 0,5 көбейтілген, оның неше дәрежесі? 6 дәрежесі болады. Ол дегеніміз 50 киломоль деген сөз. Келесі тоже зат мөлшері берілген. Зат мөлшері бізде 50 моль болған. 50 моль деп аласыздар. 50 моль. Енді осы жерден бізге массаны табу керек. Массаны табу үшін біз зат мөлшерін мольдық массаға көбейте саламыз. Сонда зат мөлшері бізде 50, көбейтеміз 44, көбейтілген оның минус 3 дәрежесі. Сонда 50-ді 44-ке көбейтеміз. Осыны 2,2 килограмм болады. 2,2 килограмм. Сонымен жауабы міне осындай. Міне осымен біз бүгінгі нұсқа талдауымызды аяқтаймыз. Енді келесі күні біз термодинамика тақырыбы бойынша нұсқа талдаймыз. Сонымен МКТ-ның жалпы А деңгейінің сұрақтары деген осы. Шамамен МКТ-ның қағидаларын сұрайды, болмаса оларды дәлелдеулерді сұрайды, болмаса міне осындай МКТ-ның теңдеулеріне байланысты. Сонымен біз аяқтаймыз. Сау болыңыздар.